Баршаңызға қайырлы күн. Ауызда еритін дәмді капкейктің рецептерімен бөлісетін боламын. Қонақ келгенде қиналмай өзіңіз жасайтын боласыз. Алдын ала мен заттарды барлығын дайындап қойдым. Барлық рецептің құрамы описаниеде жазылады. Бөлме температурасына сары май саламыз. Оған 2 жұмыртқа немесе 3 жұмыртқа салсаңыздар да болады. Қантымызды салып миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және де тағы да бір айта кететін нәрсе, ұнымызды бірден салмаймыз, жай-жайдан салып отырып, тестімізді көтереміз. Ванилин мен разрыхлителі бірге салып жүрдім. Жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін жылы сүтімізді үстіне құйып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Және де ұнды ақырын сала отырып, тағы да жақсылап тестімізді араластырып көтеріп аламыз. Менде осындай сметана сияқты қою тесті дайын болды. Тестімді екіге бөліп аламын. Яғни ванильді капкейк және де шоколадты капкейк жасайтын боламыз. Осындай кондитерский мешокқа салып алсаңыздар болады. Жұмыс жасағанда өте ыңғайлы. Екінші бөлігіне какао араластырып, жақсылап кондитерский қапшыққа салып аламыз. Осылай тестімізді екіге бөліп алдым. Кондитерский дүкендерде капкейкке арналған ыдыс болады. Капкейкке арналған ыдыстардың ішіне тестімізді орналастырамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Кондитерский дүкендерден 500-600 теңге сатылатын капкейкті өз қолыңыздан үйден жасап көріңіздер. Алдын ала қысып тұрған пешімізге 180 градуста 20-15 минутқа пісіреміз. Менде оригинал крем болады. Творожный сырға сахарный пудраны салып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Біркелкі болу үшін және де сливкиді құйып, тағы да араластырамыз. Бізде қою, бұзылмайтын крем шығады, яғни формаға келіп ыңғайлана беретін крем пайда болады. Осылай екіге бөліп, қызыл және де сары цветке бояп аламын. Капкейктерімізді жақсылап әрлеу үшін сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай бояуларыңыз бар, кондитерлік, соны араластырып жақсаңыздар болады. Немесе ақ түсті кремнің өзін пайдалансаңыздар да болады. Менде насадка осы біреу ғана қалыпты. Кондитерский қапшыққа насадкамызды салып, оған кремдерімізді орналастырамыз. Қыздар, өздеріңіз қалаған насадкамен жасасаңыздар болады. Мен насадкам сәл ыңғайсыздау болды. Кремдерімді көтермей. Сіздер кремдеріңізді көтеретін насадка пайдалансаңыздар болады. Осылай бетін өздеріңіз қалағанша әрлеп аласыздар. Бояумен немесе тәттілермен. Осы тестіден менде 15-16 штук капкейк шықты. Сіздерге ас болсын, сіздер жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты рецептер болады.